Менің күнделігім. 14 ақпан. Сабақ оқуға көңілім тартпай отыр. Бұрын әкем мен анам маған көп көңіл бөлетін. Ал қазір уақыттары жоқ. Сонда олар мені жақсы көрмей ме? 15 ақпан. Бүгінде әкем «Қалай қызым, сабақтарың жақсы ма?» деп сұрады да, маңдайымнан сүйіп, асығыс жұмысына кетті. Енді түнде бірақ келеді. Күнде осы. Әр күн осылай өтуде. Бір-біріне ұқсайды. Мені қазір ана мектепке апарып тастайды да, жұмысына кетеді. Кешке бірақ келеді. Кешке мамама айтайыншы? Я кешке айтам. Ертең жексенбі. Әкем, ағатайым, інім бәріміз бірге қыдырайықшы деп. Ең болмаса бірақ күн бірге жүрейікші. Мейлі саябақ болсын, мейлі киноға барайық. Тіпті жай ғана үйде отырсақ та, тек бірге болайықшы. Мен қайтадан кішкентай болсам деп армандаймын. Әкем мен анам мені ылғи да қыдыртатын. Әкем ертегі оқып беретін. Мен әкемнің алдына басымды қойып, ертегі тыңдап ұйқыға кететінмін. Әкем бір қолмен басымды сипап отырушы еді. Сол кездерді қатты сағындым. 18 ақпан. Әкем достарымен аң аулауға кетіпті. Кешегі уәде қайда? Анашым айтпаған ба сонда? Бүгінгі күнді асыға күткен едім. Бәрі де бітті. Төкте қызығы жоқ демалыс. 19 ақпан. 5 күннен кейін менің туған күнім. Әкем менен не әперейін деп сұрады. Ал мен үндемедім. Айта алмадым. Маған ештеңенің керек жоқ. Сабаққа да бармадым. Анашымда, әкешімде маңдайымды ұстап, жағдайымды сұрап, қайта-қайта келіп, жанымда жүр. Бүгін менің туған күнім. Мен үшін ең керемет кештің бірі. Анашым дәмді торт пісіріп, керемет дастархан жайды. Әкешім де мен үшін жұмысынан ертерек келді. Отбасымыз түгел жиналдық. Алақай, мен сондай бақыттымын.